халқы жазу сызу дегенді өте ерте біздің жыл санауымыздан да көп бұрын бастаған халықтың бірі ғой. Орхон Енисей жазулары деп жүргеніміз біздің қазақ деп атпайын, ол кезде қазақ та жоқ, өзбек те жоқ. Түркі халықтарының ең алғашқы бабалары бар. Солардың кезінде Орхон Енисей жазулары деп тасқа қашап жазған жазу сызу деген ұғым қазақта баяғы атам заманнан бері келіп жатқан. Ал соңғы 2-3 жылдықта, соңғы ғасырларда 19-шы, 20-шы, осы келе жатқан өзіміздің 21-ші ғасырда қазақ халқы үлкен үш жазумен келді. Ең бірінші араб жазуы, 16-шы, 7-ші ғасырларда ислам діні келсе, қазақтың басты рулары ислам дінін қабылдаған болса, сол дінмен қоса араб жазуы келді. Сосын 1930 жылы қазақтар латынға көшеміз деп 1939 жылға дейін 9 жыл латын жазуымен жазып келді. 3-40 жылдан бастап кириллица деп аталатын, оны қарағалық орыс жазуы дейді, қазіргі жазып отырған алфавитімізбен жазып келдік. Осы 3 жазудың үшеуінде қазір мен үшеуімен де жұмыс істеп келген адаммын. Арабша қазіргі және оның үстіне қазақтардың өзге халықтардан, өзге түрік халықтарынан бір айырмашылығы, латын жазуы, араб жазуы кезінде өзінің ұлттық дербес жеке қазақ тілінің ұлттық жазуы дейтін жазуға ие болды. Ол Ахмет Байтұрсынов жасаған, қазір төте жазу деп атайды. Араб жазуының әбден ықшамдалған, әбден қазақ фонетикасына, дыбыс жүйесіне дәл келетін жазуды жасап берді ғой. Нағыз қазақтың ұлттық жазуы, сол ұлттық жазуды миллионнан аса халқы бар, қазір Қытай қазақтары қолданып отыр. Афғанстандағы қазақтар қолданады. Иранда бар болса, Ирандағы қазақтар да сол жазуды қолданады. Байтұрсынов жасаған қазақтың ұлттық жазуын, араб жазуын. Ал енді қазір латынға көшейік деген дұрыс, енді дүние жүзінің көбі латынша жазып жүр ғой. Бірақ онда қазақ тілін бүлдірмейтін етіп қабылдауымыз керек. Қазақ тілінің дыбыстық, өзіне тән дыбыстарының бірде-біреуін қалдырмай, әрқайсысына бір-бір таңба беру керек. Ал үстіне, астына белгілер қою деген ол жазудың жақсы түрі емес. Біріншіден жазуға қиын, үйренуге де оңай емес. Сосын көрдік қазақ халқының латын жазуын. Жазып көрді, оқып көрдік 10 жыл. Сондағы тәжірибені қолдану керек. Қазақша айтқанда ең бірінші зерттеген, ең бірінші көп әңгіме еткен, ғалым ретінде табынатын адамым Ахмет Байтұрсынов. Нағыз ғалым, қазақтың нағыз ғалымы, бір институт істейтін жұмысты жалғыз істеген ғалым осы жерлесім демес, руласым демес, туысқаным демес. Бұл Қостанай жақтың қазағы болу керек. Осы кісі нағыз қазақтың алғашқы Шоқан Уәлихановтан кейінгі ғалымы осы. Шоқан Уәлихановтың заманында басқа, жұмыста басқа ғой ғалым ретінде.